Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге шеберлік каналы. Сіздерге мынандай видео дайындадым. Слитки тоқып үйренеміз. Өте оңай, 2 спицымен бір кеште тоқып шығуға болады. Размері 40. Алдындағы мотив арнайы видео түсірілген. Онда ше тоқып көрейік. Мындай лескамен алдым. Спица номер 3. Жіпті былай алып аламыз, яғни бір ұшын. Жібе симметр камераға. 50-ден аса сантиметр алдым о. Шатаспасам, тіпті 1 метрдей. Енді бірінші жіп алынмасаңыздар, соны көрсетіп жіберейін. Осылай ұстаймыз. А жақтан алып, бе жақтан кіргізіп, шығарып аламыз. 2 болды. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Осылай 45 ілмек аламыз. 45 алдым. Енді бір ұшын бүйтіп бөліп қоямыз. Егер мына жерде жібіңіз көп қалса, қырып тастаңыздар. Сіздерге кедергі жасамау үшін, және де тоққан кезде шатастырып алмау үшін. Енді бірінші ілмекті әрдайым шешіп отырамыз, тоқылмайды. Алдық. Екіншісінен бастап тоқимыз. Мына жерде сәл тарттым, сол үшін бірінші қатар сәл қиындау мүмкін. Әйтпесе бұл өте оңай тоқылатын. Түрі десе болады. Бер жағынан алып, тек қана оң қылып тоқып отырмын. Үнемі осылай тоқимыз. Яғни оң қылып тоқимыз. Теріс емес, айқастырып емес. Ешқандай өрнек жасамаймыз деген сөзім ғой. Осылай алып отырыңыздар. Бергі жағынан. Көрсетейін. Бергі жағынан. 2 бетінде, қазір келесі бетте де көрсетіп жіберем. Сөзде түсінетін боласыздар. Соңғы ілмекке келдім. Соңғы ілмекті жіпті бергі бетке өткізіп, теріс тоқып отырамыз. Бұл да үнемі қайталанатын нәрсе. Есте сақтап қалыңыздар. Видеоны артқа айналдырмайсыздар сол кезде. Бірінші ілмек шешіледі. Жаңа айтқандай, тура солай қайталанады. Бергі беттен алып, осылай тоқи береміз. Міне, өрнегіміз бірінші қатары көрініп жатыр. Осылайша тоқыла береді. Бейіміз сондай, биіктігі 8,5 сантиметр болмайынша. Оңай болу үшін өрнектерді санасақ болады. Яғни 14 болады. 15-сіне келгенде төбе жағаны байқағансаңыз қысқартамыз. Осылайша міне былай созылған келгенде көрінеді. Тіке тоқи берейік. Ұзынан осылай көрінгендей. Мына жерде 8,5 болды. Енді 25 ілмекті қысқарту керек. Жетін сана жері 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, 15-сінде жаба бастаймыз сонда. Мына жерді қатты тартып қоймайық. Бостау болсын. Әйтпесе қысқартқанымыз тартылып қалатын болады. Мына жер бас жағы.
мына жер 20 ілмек қалу керек. Қаласаңыздар маркер іліп қоюға болады. Тағы көрсетіп жіберейін, кейін өздеріңіз істейсіздер. Ілмекті алдық, жібердік. Осылай қысқарта береміз. 25 ілмек. Мына жақта 20 ілмек қалу керек. 25-ін қысқартып, енді 20-сын арғарда тоқи береміз. Яғни 7 сантиметр болам дегенше. Тура осылай қайталана береді. Яғни тек қана оң қылып тоқимыз. Соңғысын айтқандай теріс тоқып отырамыз. Айналдырдық. Шешіп аламыз. Жібіміз арғы бетте. Кейін тоқыпты жалғастырамыз. Істедік. Соңғысын теріс тоқимыз. Осылай 7 сантиметр шығам дегенше тоқи береміз. 7 сантиметр болды мына жер. Көрсетіп жіберейін. Мінекей 7 сантиметр. Енді біз мына жерде қысқартқанымызды қайтару керек бізге. Ол үшін қайтарайық мына жерде. Бас жағын жақындатамыз да. Жібімізді былай алып отырамыз. Бір ілмек кетті. 2. Міне қарап тұрсаңыз, ары қарата бұрап жатырмын жібімді. Осылай 25-ін қайтарамыз. Бастапқы 45 ілмек болу керек сонда бізде. Түсінікті болып жатыр деп ойлаймын. Осылай санап шығайық. Кейін тоқуды жалғастырамыз. Мына жерде айтып кетейін, мысалы біреулер ойлауы мүмкін, неліктен былай ала салуға болмайды деп. Мүмкін біреулерге жеңіл болатын шығар. Былай тартқандарын көргенде шығар. Егер осы деп алатын болсақ, мына біздің тоқып атқан өрнегіміз оң қылып емес, сонда теріс қылып тоқу керек. Ал оң қылып тоқу оңайырақ болғандықтан, тек қана оң қылып алып отырған. Сондықтан өстіп алып жатырмын. Жаңа сіздерге көрсеткендей. Ал бұл жерде бірінші ілмекті біз міндетті түрде тоқимыз. Яғни бер жағынан аламыз жіпті, сөйтеміз де кәдімгідей тоқуды бастайық. Бірінші қатарда сәл қиындауы мүмкін. Кейін жеңілірек болады тоқу. Мінекей. Өстіп алғанның арқасында біз өрнегімізді оң қылып тоқи береміз. Әрине өзгермейді, егер теріс қылып тоқсаңыздар, тура сол қалады. Егер жіпті жаңағыдай алатын болсаңыздар да. Көрініп жатыр деп ойлаймын. Бер жағынан жіпті алып, ар жағынан өткізіп жатырмын. Мынадан шошынбаңыздар. Мына жалбырап тұрған ол тігіске кетіп қалады. Тігіп жібереміз кейін қосқан кезде.
мінекей былай. Кейін жалғастырамыз. Бер жағында тоққанмен салыстырып, өрнектерімізді санап, сөйтіп оңайырақ болады. Екі бетте оң қылып тоқыла береді. Келесі беттің бастамасын көрсетіп жіберейін. Мен енді қосқанға дейін көрсетіп жіберем. Арада өздеріңіз тоқисыздар. Мына жерде де осылай тоқи береміз. Тура қалай алдық, баста солай жалғастыра береміз. Осылай тоқи береміз. Яғни тоққан кезде мынаумен салыстырып отырамыз. Осымен бірдей болу керек, өлшем жағына. Тура мынаумен бірдей болды. Өрнегі де 15 қатар шықты. 16-сында жауып жатырмын. Мына жерде шатастырып жіберіппін. Тікпейміз бұл жерді. Бұл жер қалады. Жаңағыдай салбырап тұрған еді, міне тартылды. Ешқандай еше салбырап тұрған жоқ. Ілмектері жақсы болып кетті. Енді жабуды бас жағын көрсетіп жіберейін. Бірінші ілмек шешіледі. Екінші ілмек. Мына жерде айтып кетейін. Бірінші ілмектерді үнемі шешіп отырдым. Тек қана бас жағында ғана, жаңа біз 25-ін алдық қой. Сода бірінші ілмек қана тоқылды. Ары қарата тоқылмады. Яғни былай алып келген кезде осылай шешіліп отырды. Алдында сіздер мына жерді көрсеткендей. Шештім. Жіп ар жақта. Кәдімгідей тоқимыз. Ілдікті арт жағыны алға тастау керек. Міне, біреуі қысқарды. Келесін қысқартамыз. Осылай кете береді. Міне былай көрінеді. Міне осы жеріне біз тігіледі бұл. Жерден жай көрсетіп жіберейін. Жақын. Мінекей. Ілдік. Артта алға тастадық.
ілдік. Арт жақ ілмекті алға тастадық. Осылай кете береміз. Барлығын жауып болғаннан кейін тігеміз. Мінекей бітірдік. Жен тоқып жауып тастаған мінекей мынандай. Енді бұларды қосамыз. Менде мына жерде түйін болып қалды. Сондықтан бұл теріс беті болады. Теріс бетіне айналдырып, мына жерден бастап теге бастаймыз. Инемен тіксеңіз болады. Қаласаңыздар, ілмекпен де. Мен ілмекпен алайын. Мына жерден біріншісін қыстырып алу керек. Дұрыс қылмадым. Біреуі, екіншісі. Мына жіпті арасына қосып жіберуге де болады. Мен мына жерден қатты қалың қылмау үшін, қалың болып кетпеу үшін алардан алып отырамын. Мынаны алдым. Мынаны арасында мынаны. Жерде ілмектер көрініп тұр өзі. Солардан алып отыра береміз. Мына түрі былай ұнап жатыр. Мына жақтан қарап қояйық. Мінекей бұл жерде де әдемі болып жатыр. Осылай бас жағына дейін істеп шығайық. Қазір кішкене көрсетейін. Егер сіздер ілмекпен әрине тігем десеңіздер. Каналда басқа да слетки бар, тоқылған. Соларды кіріп көріңіздер. Осы видеоны астына қоямын. Қаласаңыздар, кейін оларды да қарап шығуға болады. Өзіңізге ыңғайлы техниканы дейді ғой, табу үшін. Және де бұл размерін қалай қадағалауға қатысты ол видеоны да қоямын. Мына жерді қосқан кезде біреу ұзын, біреу қысқа болып қалмасын. Қарап отырайық. Мінекей. Осылай мына жаққа дейін тігіп келейік. Кейін мына жерді қалай жабатынын бірге істейміз. Мінекей бітті. Енді мен қырқып тастадым. Бұл жерде керек емес жіпті. Мынау біздің алдыңғы жіптен қалған. Соңғысын былай тартып аламыз. Кішкене ұзындығы алып тастайық. Және де тығып жіберуге болады. Қазір арасына тығып жіберейін. Кейін аны жабамыз.
өрнекте жіпті тығу өте ыңғайлы. Міне мысалы былай аламыз, кейінгісін астына тартамыз. Кейін басқа жіптерді осылай тықсаңыздар болады. Былай және былай. Дестен ұшын алып тастайсыздар. Енді мынау біздің жібіміз. Мына жерден олардың барлығын шығарып шығу керек. Барлығын дегенде қатты жиі емес, қатты алыста емес, сондай бір ілмекті қалдыруға тұрғада болады. Ұшынан алсаңыздар болады, өйткені қазір барлығын жинаған кезде бізде де түйін болып қалмау керек. Қазір екіншісін көрсетейін сіздерге. Мына сияқты жинаймыз. Өстіп айналдырып келейік. Сосын жібімізді тартамыз. Екінші жартысына келдім. Бірінші ілмектен де өткізейік. Енді тартуға болады. Жақсылап тартайық. Мына жерде тесік болып қалмау үшін. Және де жібімізді де үзіп алатындай болмасын. Саусақпен кіргізіп, жақсы жабылды. Сөйтемізді ілмекпен бір жерден іліп алып, үзіліп кетпейтіндей, шешіліп кетпейтіндей қылып қыстырамыз. Тағы істей салайын. Енді қырқып, тығып дегендей жаңада көрсеткенімді істесеңіздер болады. Енді он бетін көрейік. Жоқ, мына жерде ашылып қапты. Оны қазір былай істеуге болады. Егер жібіміз жетпесе, ілмекпен екі жақтан өткізуге де болады. Қалың болып кетсе. Іліп алайын. Жіпті өткіземін. Қарама қарсыға өткіземіз. Тағы мына жерден өткізейін. Қалындықтан жабылмай қалуы мүмкін, немесе дұрыс тартпағаннан. Мүмкін мен сол екіншісі дұрыс тартпадым. Тексере салайын. Жабылды. Болды, енді қыстыра беремін. Галош десе болады, сондай. Галошқа ұқсайды. Бірақ сәндегеннен кейін аяқта әдемі тұрады бұл. Каналда басқа әдісі бар. Ұштары, егер сіздерге мынандай қатты домалақ ұнамаса, оны қалай істеуге болатынына қатысты. Кіріп көрсеңіздер болады. Астына қоям осын. Ал мына сәндеуді бөлек видео бар. Немесе басқа да
осындай тоқылғандар бар ілмекпен. Солардан сәндесеңіздер болады, немесе өзіңіз фантазияңызға қарап. Тағы да мына жерден де жүргізуге болады ілмекпен, қаласаңыздар. Бірақ менде осылай қалады. Рахмет, біздің каналға кіріп, көргендеріңізге, бірге болғандарыңызға жазылыңыздар, бөлісіңіздер, және де комментарийлеріңізді жазып қалдырсаңыздар болады. Қуанышты боламын. Сау болыңыздар.